Мектепке балалық қандай сондай дәуір енді. Мектепте үйге тапсырманы орындай алмай, шығара алмай есепті қиналған ешке білген. Қазір ата-ана болып тұрып, қыздардың балаларын үйге тапсырманы жәрдем бер деген уақытта шығара алмасаң, содан қиын жоқтан. Ләжі жоқ. Папа сонда сен білмейсің бе? Я білемін, азмен сөйлесіп алайын жоғын. Ал осы ана есепті қайып шығарып алды сана. Олардан сұрайсың да енді қатар сондай балалар болса. Мен негізі сахнаға шығып, ортаға шығып, адамларды күлдіріп бастауым мектептен басталды. Мектептен басталды. Физика сабақ, 7-ші класс. Абджамил, артта отырып алып, не күлкі? Қызық болса, айты ортаға шығып, әмеміз күлейік. Ане содан кейін мақсат сахнаға шықты. Физика мұғалімдер бетіне шапалақ қошымызды. Енді қазір басқаша, бұрын басқаша еді. Енді сол бұрын бірінші рет сахнаға шыққан уақытта дедім, мынау кім еді, мынандай қызықшы бар ма еді, кім о деп сұрайды еді. Қазір Құдайға шүкір Ахметайын сахнаға шықсаң, мынау кім ғой, ана кім еді, кім ғой, ана кім еді деп дәру таниды, әйтеуір атын білмесе де. Сондай. Енді мен негізі бір сөзді жігітпен алдарым айтқанмын. Мен сондай бір сөздімен қайталап айтайын десем ұмытып қаламын. Сол үшін қағаз алып шығамын. Енді сондай бір сөздімен, егер сенбесеңіз, кешкі сеансқа ағайындарыңызды жіберің, тап осы сөздерді қайталап беремін мен. Себебі мен бір сөз жігітпен. Әлбетте, енді бағанада айттық, концерттің аты қызықсынды. Соған қызықсынып келгендеріңіз үшін рахмет дейміз. Осы концертті өткеруде қолдап қуатлаған Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет және спорт істері министрлігі, Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік музыкалы театр жамағаты, қала өлсемде тыныштық қорға ішкі істер бөлімі қызметкерлеріне, Өзбекнама эстрада бірлесмесіндегі Құдырат медиа студиясы, музыкантлар, бар шырақшылар, барлық сахна атындағы барлық жамағатке сіздердің атыңыздан бір шапалақ қошеметтер болса. Рахмет. Ұсынуменен қызықсынды қазір концертімізге жұмақ жасаймыз. Жақсы күндерде көріскенше қош, сау, саламат болың.